Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Елдар. Бүгін бізде 3 топ приложениені айтатын боламыз. И осы видеоны до конца лайк басып кетіңдер. Бірінші приложение осы. Бұл үшін сенің телефонның настройка топ береді. Сенің телефонның қандай болсын, настройка топ береді. Мен өзім осы приложениені қолданғам. Бұда әдемі хедшоттар кетеді. И екінші приложениені қазір. Ал екінші приложение осы. Общем, бұл сенің телефонның слабый болса, Free Fire қататын болса, бұл приложение вообще телефонды қатырмайды. И ультрамен ойнасаң да қатпайды. Қандай телефон қарсаң да, жазсаң да, менде баяғы GSM деген телефон болатын. Ода Free Fire жестко қататын. Осы приложение жазып алып, қазір Free Fire'ды смело ойнап жүрмін. Сіздерге де осы приложениені жазып алуға кеңес беремін. Ал ендеше үшінші приложениені қазір айтатын боламын. Ал үшінші приложение осы. Бұл енді өкінішке орай ақшамен, бірақ бұл енді Free Fire жестко прям қатырмайды. Өйткені бұда в общем 60 FPS, 90 FPS бәрі бар. Бұл ақшаға сатып алынғанмен, в общем, стоит. Телефон вообще қатпайды. Free Fire ойнасаң да, даже PUBG ойнасаң да вообще қатпайды. В общем, бұл приложение и то андай, в общем, ойындағандай қататын, ойынға кететін приложенияларды көрсетеді. И сен сол приложенияларды удалетсең, сен телефонның Free Fire ойнағанда, мысалы басқа да ойындар ойнағанда қатпайтын болады. Және бұл приложение ойында очистивать етіп береді. Мысалы сен қатып атқан кезде, мысалы Free Fire ойнап атқан кезде қатады ғой. Сол кезде соны резко очистивать етіп, тазалап беріп, қайтадан ойнай беруге болады. Вообще қатыпсыз. И в общем, достар, бүгінгі видео осы 3 приложениені жазып алыңыздар. Соткалар слабый адамдар, то есть бұл приложение көмектеседі деген ойдамын. Өз басым маған көмектескен. Ендеше маған тіркеліп лайк басып, осы видеоны до конца қарап лайк басып тіркелгендеріңізге рахмет. Всем удачи и давайте.